13 balаны өмірге әкелдім. Барлығы да азамат болды, оқыдық. 6 ер балам бар, 7 қызым бар. Солардың барлығы оқыған, жоғарғы білімді бәрі де. Сондай енді өзім 61 жылы отбас болдым. 61 жылы. Сонан бермен қарата, осы мына Құдай қосқан қосақпенен бірге өмір сүріп келе жатырмын. Аллаға мың кәтті шүкір деймін. Енді осы мына бізді құрметтеп атырған, сыйлап атырған, үлкені бар, кіші бар, жастары бар, барлығына да осы менің өмірім, мына атасының өмірі бәрі жұғысты болсын, сондай ата әже болыңдар деп айтқым келеді. Атаңыз қазір 85-те, мен қазір 82-демін. Аллаға мың кәтті шүкір, барлығына да осы біз сияқты атана болып, балаларыңыз жақсы болып, дендеріңіз сау болып, жүре беріңіздер. Бүгімізде күн болсын, жерімізде нұр болсын. Осында қанша жиналған азамат, ел, халық, облысымыздың бәрінде сәтті сапар болсын. Әмин. Талаптары оң болсын, дәулеттері мол болсын, жұмыстары өнімді болсын, тұрмыстағы көңілді болсын, береке бірлік болсын, қалыптасқан тірлік болсын. Елімізде кәсіп болсын, ол халыққа нәсіп болсын, сол нәсіпті біз рахатын көретін болады.